Гидронефроз бұл бүйректің кеңеюі және жамбас талдау жүйесінің кеңеюі болатын кең таралған жағдай. Бұл жүктілік кезінде антенаталды ультрадыбыстық зерттеуде анықталатын ең жиі кездесетін аномалия. Таңқаларлықтай, туған кезде осы балалардың 50 қалыпты болып табылады, ал қалған 50 ында маңызды себеп болуы мүмкін. Сондықтан бұрын 20-30 жыл бұрын бұл балалардың көпшілігі тек симптомдар пайда болған кезде ғана анықталатын, яғни олар инфекция дамытқанда, немесе іштің ісінуі пайда болғанда, немесе баланың зәр шығару функциясы төмендеп, зәрде көп ірің айналғанда. Ультрадыбыстық зерттеудің дамуының арқасында біз қазір бұл жағдайды жүктілік кезінде анықтай аламыз. Және қазір бұл жағдайда диагностикалаудың ең жиі қолданылатын әдісі болып табылады. Бүйректің ісінуі, яғни гидронефроз, антенаталды диагнозы бұл жағдайда диагностикалаудың ең жиі қолданылатын әдісі болып табылады. Сондықтан бұл балалардың барлығына араласу қажет емес, бірақ диагноз бізге белгілі болғаннан кейін бүйрекке зиян келтірмес бұрын араласуымыз керек. Сондықтан антенаталды гидронефроз диагнозы қойылғаннан кейін бұл балалар туылған кезде клиникалық бағаланады және өмірінің 3-ші күнде жасалған ультрадыбыстық зерттеумен расталады. Және бұл тағы да 4-6 аптадан кейін қайталанатын ультрадыбыстық зерттеумен расталады. Табылған нәтижелерге негізделе отырып, ядролық сканерлеу арқылы кедергінің мүмкіндігі расталады. Бұл бізге екі ақпарат береді. Яғни біріншісі кедергінің бар жоғы, ал екіншісі бүйректің функционалдық бұзылу дәрежесі қандай. Осы ақпаратқа негізделе отырып, кедергінің бір жақты немесе екі жақты екендігі, кедергінің ауыр немесе маңызды екендігі және бүйректің функционалдық жағдайының төмендеуі бар жоғы анықталады. Содан кейін баланың туылғаннан кейін бүйрекке одан әрі зақым келтіру мүмкіндігін азайту үшін консервациялау және күту, немесе операция жасау және араласу туралы шешім қабылданады. Гидронефрозға арналған операция пилопластика деп аталады. Мұнда біз кедергі жасайтын сегментті алып тастап, кең анастомоз арқылы үздіксіздікті қалпына келтіреміз. Бұл ашық операция арқылы орындалуы мүмкін. Алайда қазіргі уақытта бұл минималды қолжетімді операция арқылы, негізінен лапароскопия арқылы жасалады. Бұл лапароскопиялық пилопластика деп аталады. Бұл сондай-ақ үлкен балаларда роботтық операция арқылы да жасалуы мүмкін. Лапароскопиялық пилопластика тіпті жаңа туған нәрестелерде де қауіпсіз түрде жасалуы мүмкін. Біз әдетте бұл жағдайда диагноз қойып 4-6 аптаға дейін операция жасаймыз. Бұл қауіпсіз түрде орындалуы мүмкін. Лапароскопиялық пилопластиканың артықшылығы бұл балаларда өте кішкентай кесулер болады. Сондықтан ауырсыну аз болады және олардың қалпына келуі өте жылдам. Сондықтан гидронефроз бұл әдетте антенаталды ультрадыбыстық зерттеуде анықталатын өте кең таралған хирургиялық жағдай. Диагноз босанғаннан кейінгі бағалау арқылы расталады және қажет болған жағдайда бұл балаларда минималды қолжетімді хирургия арқылы қауіпсіз түрде хирургиялық араласу жасалуы мүмкін.